Қайырлы күн Түркістан қаласының тұрғындары. Және қонақтары. Облыс орталығы болғалы бері қасиетті қала күн санап көркейіп келеді. Сөзіңізге дәлел ретінде айтатын болсам, мына біз тұрған Есімхан алаңының өзі қазіргі таңда көздің жауын аларлықтай кереметтей гүлзар бағына айналды. Сондай-ақ Айдана, біз бүгін ерекше киімде жүрміз. Мұның себебі неде? Себебі біздің Түркістан қаласы бүкіл әлемге Қожа Ахмет Яссауи кесенесімен танымал. Мұнда алыс жақын шетелдерден көптеген қонақтар келеді. Сол қонақтар бізді осындай қазақы нақыштағы киімде ақ орамал таққанымыз көрсе, кереметтей әсер қалдырады деп шештім. Ендеше осындай туристер көп келетін қасиетті қалада туристік полицияның құрылуы маңызды ғой. Өте дұрыс. Және бізде Түркістан қаласында туристік полиция құрылған және жұмыс атқарып жатыр. Ендеше оның жұмысымен танысайық. Мінекей Түркістан қаласындағы туристік полицейдің пунктіне келдік. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Түркістан қаласында туристік полицияның құрылғаны қуанышты жаңалық екен. Ендеше қызметтеріңізбен таныссақ. Біз Түркістан полиция департаментінің туристік полиция тобының қызметкерлеріміз. Наш штат насчитывает 5 человек. Наши сотрудники обязаны владеть несколькими языками. Наши сотрудники могут разговаривать на русском, турецком, казахском и английских языках. Также в нашем опорном пункте есть небольшая библиотека, где вы можете ознакомиться со многими книгами. Например, об истории нашей республики. Также у нас есть книга об историческом городе Туркестан. Есть книга об историческом городе Отра, где также, как и у нас, появилась новая группа туристической полиции. Наши сотрудники все время находятся здесь, в опорном пункте. Также ходят по территории самого мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи. Біздің қазір мініп келе жатқан көлігіміз жайында айтып өтсеңіз. Это электромобиль, его полный заряд занимает не более 4 часов, на нем можно передвигаться до 4 дней. Нам в электромобиле с надеждой на то, что мы не будем портить экологию, будем здесь передвигаться, помогать людям, чтобы мы могли добираться до любых мест, где происходит ЧП в кратчайшие сроки. Көп жағдайда сіздерге туристер қандай аймақтардан келеді? Бізде алыс жақын шетелден көп азаматтар келеді. Мысалы, Англиядан келеді, Германиядан келеді, Ресейден келеді, Түркі елдерінен келеді. Бірақ көбінесе Өзбекстаннан келеді зияратшылар. We are representative of tourist police. If you need help or have some question, you can ask us. We try our best to help you. Welcome to Turkestan. Ahmet. Спасибо. Have a nice rest. Bye. Спасибо большое. До свидания. Добро пожаловать в Туркестан. Туристік полицияда қызмет жасау үшін қандай қасиеттер қажет? Он должен быть добросовестный, трудолюбивый, усидчивый, должен быть спокойно относиться к внешним раздражителям и всегда должен быть готов к службе. Түркістан облысы полиция департаменті туристік полиция тобының жұмысымен толық таныстым. Өте керемет әсер алдым. Түркістан қаласының тұрғындары және қала қонақтары біздің полицейлер қашанда қызметке дайын. Түркістанға қош келдіңіздер. Добро пожаловать в Туркестан. Welcome to Turkestan.